Әйелім ажырасам дейді, мен ажырасқым келмейді, не істесем болады? Әйелдер айта береді. Тамақ дайын болмаса, кішкене ұрысып қойсаң, мамасы сағынса, настроениесі болмай қалса, ажырасам деп айта береді. Әйел айта береді. Сен көңілін тап, ажырасам десе, ол сенен бір нәрсе талап етіп жатыр деген сөз. Әйел бір нәрсе хочет деген сөз. Гүл, внимание, көңіл, тағы не, сыйлық, подарка. Соны талап етіп жатыр. Кішкене алып шығып қыдыр, жүріп барайық деп, мегацентрге апар, бір кофе алып бер, кофе, фреш әпер, бір нәрсе алып бер, кішкене жақсы сөз айт, қолынан ұстап жүр, мәз болсын. Әйел адамға керек сол. Қолын сәпсем құшақтап жабысып сүйісіп кетпе, Құдай сақтасын. Ана кіші қолынан ұстап, бүйтіп демеп жүрсен, әйел соған шаттанады, соған қуанады, содан өзіне сенен демеу күтеді, сенен жәрдем күтеді. Соны ажырасам деген сөз айтпайды. Төркініне апар, төркін сағындау. WhatsApp-пен звондай жаза беріп, қолынан жүр бірге төркінге апарып келейін деп апарып кел. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям да жетектеп қолына алып шығады екен әйелін. Бір күні Айша анамыз сұрапты дейді пайғамбарға, мен жақсы көресіз бе депті. Жақсы көрем депті. Жақсы көргеніңізді дәлелдеп бере аласың ба депті. Бүкіл әйелдер, басқа әйелдер де бар еді ғой. Дәлелдеп берем депті. Қалай депті. Мына құрма алыпты да қайталсын. Мына құрманы сен алып же депті. Ертең бүкіл әйелдердің көзін жайтам депті. Соны бұл құрманы алып мәз болып күтіп отырыпты ертеңге дейін, ертең кешке дейін. Соны пайғамбарымыз екінші әйеліне, үшінші әйеліне, бәріне барып, бәріне бір құрмадан беріп шықты. Ертесі күні бәрі жиналып, бір жерге жиналған кезде мен құрма берген әйелімді өте жақсы көрем депті. Сөйтсе Айша анамыз бүйтіп қасындағы Сауда анамызға қарайды дейді. Мен жақсы көрдім, бірақ айтпа деген ғой енді. Айтпайды, мен жақсы көрдім. Аналар да өйтіп дейді, анаған құрма берген, анаған бәрі бір-біріне қарап, біліп қоймасын деп бәрі көңілін тапқан екен. Тура сол сияқты көңілін табыңыздар. Көңілін тауып, гүл беріп қой, сыйлық алып кел, бір кішкене мынау жымиып қой, маңдайын шекесін сүйіп қой. Жаңағы чай ішкен кезде, чайың қандай жақсы деп мақта, тамағын мақта, үстіне бір әтір сеу болады, әйелің бір сәл ұнамайтын иіс болады енді саған. Сонда, ой, сасық деме, о, қандай күшті, ой, өзің иісің қандай күшті деп мақтап қой. Балалардың алдында көтер. Балаң барса, баланың алдында көтер әйелді. Осындай әйелді нәсіп еткен Құдайға мың шүкір. Осындай әйелді маған берген Құдайға шүкір деп көтерсең болды. Әйелдің көңілі сол жерде үзіледі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям әйелі су береді екен бүйтіп. Су бергенде пайғамбарымыз мына жақтан ұстайды екен. Бүйтіп ұстап, бүйтіп мынадан бүйтіп алып, бүйтіп алған кезде мына жүрегімен қоса жылы болады екен ғой. Сол сияқты кішкене джентльмен болсаңшы әйелге. Соны джентльмен болып, кішкене сылап, сипап, жақсы сөз айтып, айналдым сенен деп. Соны жақсы сөз айтсаң, жылы сөйлесең, жылан іннен шығар дейді. Жақсы сөз сөйле. Сонда кетем деген сөз айтпайды.